Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысындағы су тасқынынан зардап шеккендерге жылу жинау жалғасып жатыр. Бастамаға оңтүстік жастарда қолдау білдіруде. Олар жергілікті тұрғындарды орталық Қазақстандағы ел жұртқа қол ұшын беруге үндеді. Ғаламтор арқылы хабар тарасымен еріктілер санаулы сағатта бірнеше сөмке жинап үлгерді. Сондай-ақ әлеуметтік көмек жылуды шымкенттіктер бұрынғы достық үйі қазіргі жастар орталығында жинап жатыр. Қысылтаяң уақытта отандастарымызға қол ұшын беру міндетіміз деген абзал жандар көп ақ. Киім-кешек, дәрі-дәрмектермен қатар ас суда беріп жіберуге болады. Жиналған азық-түлік пен заттай мүліктер сәуір айының 20-сы күні жөнелтіледі. Еске сала кетейік, Қарағанды облысындағы бірнеше елді мекенді наурыздың 23 күні су басты. 1268 үйдің қасбеті сыр беріп, 6500 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Сол үшін де енді тек жастар орталығына емес, қала тұрғындарын осындай көмекке келіп жатқаны, осындай жағдайға беймарал қарамағандықта ол біз үшін де үлкен қуаныш. Өйткені қанша жерден қазір заман қиын болса да, өте сондай адамдар бар екен, біз үшін үлкен қуаныш болып жатыр.